Дастарханымыз дайындалып қалды. Ас бөлмеде түрлі дәмдер дайындалып жатыр. Жездеміз бен әпкеміз келді. Амансыз ба, қалайсыз? Рахмет. Әпке, қалайсыз? Сәлем бердік. Саттарым ашитыңдар. Қалайсың, Еркентай? Еттерін қалып ғой. Дай, чөтке бол сияқты. Дай ет пісіп жатыр. Күшті дайындап қойыпты. Қамырды жайып жатыр өзі. Не деген форма, не деген стиль менің келінімде. Міне, келін деген осылай көріп. Тұрмыссыз өмір көмір ғой негізі. Қанша келін алып, бірақ әлі жұмсаймын ғой жаным. Томпиып кеп бәрін істеледі өзі. Бұның енді фунчуза деген салаты бар енді. Бұл бәріне жеуге арман. Қараңыздаршы, ыстық қып осылай жасайды. Бәріміз жақсы көреміз бұл салатты. Әбеттен бері келіп, бәрін дайындасып, келініне бәрін үйретіп жатыр. Көп жаса, бұл қыздарының қызығы ғой жаным. Алла бақ берсін. Ал бүгінгі менің стилім. Әпке, қалайсыз? Менің әпкемде стилі күшті тұр. Отыр қыздар. Намаз ба? Жандарым сол. Жай намаздарын беріп. Басталды. Осы ғой. Біреу самса пісірді, біреу фучуза пісірді. Мінекей. Өз қамырды жарысы қал керек қой, жарысы. Үлкен қазанға сырттағы ше, келіндер жарысып салады ғой, күшті. Бірінші келіншегің алдың сон, тортта. Ой, өкпеледім. Жоқ, бірінші мама сізге деп айтамын десем. Ет те дайын болды. Ал таныстырайын, ең жоғарда отырған Нұрекеңнің ең үлкен жездесі, біздің жездеміз, қайынбекем. Мінекей, Нұрекеңнің ең үлкен әпшесі, одан Өркентайым, қайыным. Одан кейін менің жездеммен туған әпкем. Мына жақта менің ағам мен жеңгем. Күйеу бала. Ұл болсын сіңілім. Саңғар балам деп қойында. Өстіп. Арамыздағы ең үлкен ағайындарды өзіміздің туған бауырларымыз жинап, бүгін ауыз аштырып жатырмыз. Өліп жарып айтып қойған, ол осайда ішіндегі жүрген адам, ата-анасын ренжітіп жүрген адам сатсын. Ешкімге ренжімеңдерге реніштерін осайда одан құтылуға тырысыңдар. Онымен татуласыңдар, онымен табысыңдар жандар. Мінекей бүгінгі дастарханым мына жайып отырған. Қай уақытта болмасын бір адамның аузына шықсаң саған мың сауап. Көрдің бе? Ал енді бүгін қаншама адам сенің дастарханыңа, отаныңа, отбасыңа ақ тілегін айтып, Рамазанның қандай екенін айтып жатыр. Осының өзі бұл үйде деген Алланың ықыласымен бірге адамның ықыласы барлығы қосылып, тілектерің қабыл болсын. Тілектерің аман болсын. Мынау әрбір ата-ананың тілегені өсіп-өнсін. Осылар бақытты болса, ұрпағым аман болса, солардың қызығын көрсем деген ниетте. Олай болатын болса, мінекей қолымда заңғарым жүр, келінін алайын. Мен әр уақытта айтамын. Кеше инстаграмды қарап отырсам, отбасыларыңа қонақ келді дегенше ырыс келді десейші.
Көрдің бе? Қиындыққа ұшырасаң қонақ шақыр дейді. Бәрі Қадиша айтып тұр. Неге дегенде, ол осы үйде кішкентай болып жатқан реніш жамандықты аяғымен алып шығып далаға алып кетеді. Қонақ 10 ырыстың біреуін ғана ішіп 9-ын тастап кетеді дейді. Сол үшін қойыпшы мен ылғи қонақты үйме шақырдым. Кафеде күтпеймін. Үйге шақырды деген таңнан кешке үйде жұмыс жасайсың. Алла барлық уақытта ниеттеріңді қабыл етіп, берген садақаларыңды қабыл етіп, Алла. Осындай тамаша күнді ескеріп, мынау барын жүрегімен, ниетімен беріп жатыр ғой деп, Алла сенің ниетіңді барлық уақытта жарқыратсын. Ниетің ақ болсын. Барлық уақытта садақаларыңды қабыл етіп, Алла. Осындай тамаша күнді ескеріп, мынау барын жүрегімен, ниетімен беріп жатыр ғой деп, Алла сенің ниетіңді барлық уақытта жарқыратсын. Ниетің ақ болсын. Барлық уақытта жолың ақ болсын.